Менің атым Гүлім, және мен бірінші жұмыс күніне кешігіп бара жатырмын. Ей, сен, бейшара, не істедің, аяқ киімді құрттың ғой? Сен өзің көріп тұрсың ғой мен жүгіріп бара жатқанымды. Неге көзіңе қарамайсың? Сен білесің ба бұның қанша тұратынын? Айтшы, қанша теңге тұрады, саған жібере салайын. Гүл, сенің өміріңнен қымбат тұрады. Давай, кетір мынаны. Сен маған серьезно сүрт деп тұрсың ба? Қалай сүрттің? Сүртесің ба, жалайсың ба, бірден кесе кетір мынаны, мен бұны Италиядан алғам. Сен мені танымай тұрсың ба, кім екенімді? Мен сені танитындай, сен кім, Қайрат Нұртас па едің? Кетір, білмеймін, бірден есте. Жарайды, сүртейін. Танымайды екен мен сені. Осыдан тауып алайын, көкең, танытам. Бірақ қана қадам қалды. Жаңа жұмыс орны және өмірімнің жаңа беті. Так, режиміңіз жақсы екен. Біздің Монофлоустан стажировкада өтсеңіз болады бүгін. Шын ба? Маған бұл жұмыс өте қатты қажет. Бірақ бізде соңғы шешімді басы қабылдайды. Аз үйретіп айтайын, басы өте қатал кісі. Аха. Гүлдерін сапар кеш келді. Бұл кім? Танымайсың ба не? Samsung Kia корпорациясының бас мұрагері. Танимын мен оны. Және бір қызық айтайын ба? Мына кісі біздің басы. Ей, қайқа кеттің? Не бір қызық айтайын ба? Мына кісі біздің басы. Ей, қайқа кеттің? Сен мені аңдып жүрсің бә? Сталкер. Парктен бері мына жерге дейін келіп, я? Озабоченный извращенец. Басым Сима, бұл біздің басы қой. Бастық? Не істедің? Сен менің сұлу келбетімді құрттың ғой. Кешіріңізші. Сен кімсің өзі? Мен туфлимді бычыт қыласың, түрімді бычыт қыласың. Монофлаустың ішінде не істеп жүрсің сен? Мен бұл жердің бастық екенімді білесің бе? Бұл стажер ғой, бүгін ғана келді. Стажер? Стажер? Құтты болсын стажер. Бүгіннен бастап бұл жерде істемейсің. Табаныңды жалтырат Монофлаустан. Кешіріңізші. Өтінем, мен сізді дұрыс түсінбей қалдым. Маған міндетті түрде осы жұмыс керек. Мына бейшараның бәрін бүлдіріп ап енді өңіреп отқанын қарасашы. Жарайды, шыққысы келмесе шықпай ақ қойсын. Сені осы жерден өзіңе қашып кететіндей қыламын. Тұр. Жақсы. Сен жұмысқа қабылдандың. Рахмет. Сен жұмысың таңғы 5-те басталып, түнгі 3-те аяқталады. 24-те 7 очередь жұмыс істейтін боласың. Және флористпен қатар полды да жуасың. Бүкіл қара жұмыстың барлығын сен істейтін боласың. Жақсы ма? Кешіп қалдым ба деп ойласам. Қайда жүрсің? Сағатқа қарасашы, 5:02 болды. Жұмысқа 2 минутқа кешіктің. Сол үшін зарплатаның 20% ұстап қаламын. Ал қазір жұмысқа кірісе бер. Жетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің ақ құлар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Барлығын қайтадан жуып шығып кір мына жерге. Мәңгі солмас гүлегім, арманым да сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар. Қазір осы бүкіл гүлдердің суларын ауыстырып шық. Ұқтың ба? Мен жаңа ғана ауыстырдым ғой. Еще тағы да бір рет ауыстыр. Вообще свежий болып тұрсың гүлдер. Әлі істегің келмей ма? Иә, қазір ауыстырам. Не істеп жатсың? Қате ғой бұл. Астын кескенде, былай 45 градустан кесесің. Сол кезде оған су жақсырақ баратын болады.
жаңбыр жауып тұр ма? Не істеп отырсың? Мен найзағайдан қорқам. Неге? Мен кішкентай болған кезде біреулер ұрлап алып кеткен. Сол кезде 3 күн бойы тоқтамай найзағай соғып жаңбыр жауған. Жанында немен жасты кішкентай бала болған. Егер де ол болмаса, мен қазір тірі болмаушы едім. Сонда бұл сол қыз ба? Гүлім, тоқташ, мынаны қара. Бұл не? Бұл алдында сен құртып тастаған туфлидің бағасы. Енді сен маған 5 миллион теңге қарызсың. 5 миллион? Менде ондай ақша жоқ. Қалай қайтарам ол ақшаны? Енді қарыз төлеудің әртүрлі жолдары бар. Енді сен бүкіл менің айтқанымды бұлжытпай орындайтын боласың. Кеттік. Қайда? Көресің? Аттракцион? Сен неме кішкентай баласың ба? Енді сен маған қарызсың ғой. Қарызыңды өте. Мен анер аттракционға отырамын. Менің что-то қарным ашты. Маған жареный картошка алып келіп берші. Картошка? Иә. Бұл сен маған қарызсың ғой, давай. Әрең таптым ғой. Маған лучше мороженое алып берші лучше. Мороженое? Сен қарным ашып кетті ғой. Біз мұнда не үшін келдік? Сен менің сотрудницамсың ғой, ал менің сотрудниктарым идеально киіну керек. Сол үшін давай саған бүгін есі дұрыс киімдер аламыз, иә? Бірақ мен саған қоятын бір талабым бар. Ешқандай заттың бағасына қарама. Мынау неме? Каспий номер ма? Бұл оның бағасы. Мынау қымбат, мен ала алмаймын. Мен саған айттым ғой, ешқай заттың бағасына қарама. Сен маған уақытыңды құртасың, ал ақшаны мен құртамын. Осыдан екеу алсам болады. Рахмет саған. Бүгінгі күн негізінде күшті өтті. Мен сені бір қырсық, тупой деп ойлағам, бірақ жаман емес адам екенсің. Мен саған бір маңызды нәрсені айту керекпін. Ау? Сен шынымен мені танымадың ба? Ау, түсінбедім. Ертең жұмысқа уақытылы кел. Кешіксең зарплатаны ұстап қаламын. Жарайды. Сау бол. Қызық, ол маған мені танисың ба деп не айтпақшы болды екен? Қайда келіңіздер, мені кімсіздер сіздер? Сен бе? Менің баламның басын айналдырып жүрген кедей сүмелек. Мен сіздің балаңыздың басын айналдырып? Менің баламды жайына қалдыру үшін қанша 10 миллион теңге жететін шығар? 10 миллион? 10 миллионға балаңызды ұмытып кетем ғой, әпше, танымай кетем ғой. Сен сияқты кедейлерді көндіру сондай оңай. Менің балам сені шынайы жақсы көріп жүр деп ойлама. Сен жай ғана оның кезекті ойыншығысың. Иә, кедей екен рас, бірақ бай болсаңыз болды, кез келген нәрсе қолыңыздан келе береді деп ойлайсыз ба? Ақшаңыз да, балаңыз да қажет емес. Сен сияқты кедей маған дауыс көтеруге қалай дәтің барады? Жоғал. Уайымдамаңыз. Енді балаңыздың жанында көрмейсіз. Бесплатно. Гүлім, сен алдында айтып едің ғой, бұрын сені бір бала құтқарды деп. Негізі сол бала менмін. Сен мені танымадың ба? Міне мен бала кезім суреті бар. Жоқ.
Бұлай болмас, басқашаға айту керек оған. Жайт қазір барып, бірдеңесін қылармын. О, гүлім, қалайсың? Кеше күшті қыдырдық, е? Мен негізі саған бір маңызды нәрсе айтайын деп едім. Мен... Бастық, сіз кішкене артық кетіп жатқан сияқтысыз. Кешегі сыйлықтарыңыз барлығы үшін рахмет, бірақ сіз маған ұнамайсыз. Екеуміздің арамызда ештеңе бола алмайды. Прикинь, мен бастықтың кішкентай кезіндегі фотосын тауып алдым. Ол сол бала ма? Гүлдәурен мырза қайда? Кореяға көшіп бара жатыр ғой. Қазір 10 минуттан кейін ұшу керек уже. 10 минут? Иә. Өмір бойы сүйген адамым тура жанымда жүрген екен ғой. Ол маған қашанда қамқор болды. Еще ол бай. Мен сенен қайтсем де айырылып қалмауым керек. Үлгермей қалдың ба не? Жұмыс уақытында не істеушісің? Әлі зарплатаны ұстап қалайын ба? Сен әлі кетпедің ба? Сені тастап қалай кетем? Сен неге маған айтпадың? Мені құтқарған бала сен екенін? Енді жігіт деген загадочный болу керек қой. Қазір 1 минут, е? Ол қайда жүр? 1 минут. Азеке алып келдім. Қайда жүрсің? Сен қай уақытта кел дедің? Сен мына аскеден шыға алмай қалдың. Гүлім, саған көптен бері айта алмай жүрген едім. Менің қызым боласың ба? Иә. Болсын. Шынайы сезім арамызда кешір жаныма қолым. Мынау менің үйім. Мен телефонымды зарядкаға қойын деп едім, розетка қайда? Ой, жоқ, қойма, тоқты құртасың ғой. Менде 4% болып тұр еді. Ой, жетеді. Жүр. Wi-Fi пароль қандай? Пароль? Мен сені қосам, бірақ видео, YouTube іштей көрме гигабайттар құртасың. Просто WhatsAppқа кіріп болды. Что-то үйдің іші ыстық болып кетті ғой, может кондер қосамыз? Ой, есің дұрыс па? Оның барлығы тоқ қой. Мына дәптер мен желпі. Хотя бы телевизор қосайықшы. Болмайды, оның бәрі қып-қызыл ақша ғой кетіп жатқан. Просто отыршы. Вау, қандай әдемі сурет. Не істедің сен? Мен бұны 250 теңге сатып алған рамкам ғой бұл. Басқасын сатып ала салсаңшы. Тағы ақша құртайын, е? Жоқ, сен бұны жөн дейсің өзің. Ой, азырақ жақсаншы, көп жақпасаншы кетіп қалды ғой. Ақша ғой бұның барлығы. Болды, міне жабыстырдым. Мен уборныйға кеттім. Не істеп жатсың? 30 секунд бойы суды неге ағып жатсың? Қып-қызыл ақша кетіп жатыр ғой. Қанша қағаз құртқансың? Мен санағанда 43 болған бағана. 41 ғана қалыпты ғой. Той өзі! Қайда кетіп барасың? Уже шмот әкесін. Сонда ештеңе төлемей кетіп қаласың ба? Сен бағана бері менің үйімде қанша су құрттың, қанша свет құрттың, қанша Wi-Fi құрттың, картинамды сындырдың, асфальт клеемді құрттың. Сен маған 2560 теңге қарызсың. Давай төле. Картамен бе, рассрочкамен бе? Тағы да шашылып жатыр ма? Тамақты да істемегенсің ба? Мен ерігіп отырмын ба? Бала қарап отырған шығармын. Қойшы, баланы сылтауратпашы, өтініш. Давай онда сен бір күнге декретте отырып көр. Давай, бір күн демалам зато. Қой, мен кеттім, ал сен балаға қарап демал. Бара бер. Осы баламен отқан несі қиын? Жаным. Наконец-то далаға шықтым. Қой, как раз барып шопинг жасайын. Балам, жылама. Ертеге қиын. Жарты күн өтіп кеткен ба? Тамақ істеу керек. Ай, өртек бітті ғой. Үйді де жинайын деп айтып қойдым. Дым өзгермей жатыр. Қалай бала қараған оңай ма екен? Дым қиын емес, жақсы демалдым. Что-то үй жиналмаған, тамақ та дайын емес. Давай, бірдеңе заказ бере салайық, иә? Таңертең ғана өзінше. Мен 3 жыл жұмыс істеп ақша жинап сізге жаңа көлік алдым. Бопты. Мама саған сыйлық, сен суретін салдым. Балам, мынау менің өмірімдегі ең керемет сыйлық. WhatsApp статусыма сап қояйын. Әй қыз, не шаң мынау? Мама, Арманның бөлмесіне қарасаңызшы. Ол сен қыз, жина бөлмеңді. Еще Арманның да бөлмесін жинай сал. Ей, аяғын тартшы. Осыны да қосып жинап ал.
мама жода жаман ауырып тұрмын, температурам еще 40 градус. Төт бит, өлмейсің. Ойбай балам, температура көтеріліп кетті ма? Не болып кетті? Скорый шақыр сен қыз. Мама, қарным ашып тұр. Қарның ашты? Міне мен мына үйден көшем, ақыры оңызды қаттыра жақсы көреді екенсіз. Жоқ қызым, тоқта. Как раз кетіп бара жатсаң ана мусорды ала кетші. Мә, бүгін күн суып бастады, я. Екеуміз ауырып қалып жүрмейіксі Данияда. Я, не ғой. Жүрші, мен сен бір күштерге апарам. Кетікші. Мен бірінші Дания былай болады деп естіп едім. Аш аузыңда. Так, көріптім. Кариес, глубокий, средний, ассорти. Бауырымда тас бар екен. Еще саған көз тигенін көріптім. Аха. Все, давай сразу қазір емдеп тастайық. Свидание ше? Эй, бұдан артық романтичный свидание болмайды. Давай аш аузыңда. Тістерің әдемі екен. Менің әйелімде тістері әдемі осындай. Іштеңке. Ах ты изменщик! Айжан, не істеп жатсың? Айжан, мен мұндамын. Ой, извините, пожалуйста. Ит! Ой, мусорный пакет қой ол. Ой, очким кеткен ғой просто. Мына приколды қарашы. Жақындатшы. Тағы жақындатшы. Тағы да жақындатшы. Тағы. Айран екен. Ема, очкимді алыппын ғой. Не алып шешіп тастадың? Очкисіз әдемірек екенсің. Бұлыңғыр болып жүре берші. Мен 40 жастағы баланың мамасымын. Бұл менің балам. Өзі сондай тәп-тәтті. Ол әлі кішкентай. Бірақ бүгін аяқ асты баламның тісі ауырып қалды. Ойбай-ай, жүрегім ұшып кете жаздады. Баламның тісін емдетейік деп стоматологияға сары клиникқа апара жатырмын. Той немене мына стоматолог еме дейсіз бе, немене? Менің баламның жанын қиядым ғой. Жо, мен емдеп бастағанда жоқпын, жай осмотр жасап жатырмын ғой. Мама, алып кетші мені. Хотя бы енді телевизордан мультигін қосып берсейші. Жарайды, қосам мультикті. Кокомелон көрім. Қошыққаным, өмірімнің мәні. Әне, енді тынышталды. Әй, сен қыз өзі келбетті. Үйші стоматолог. Менің балам қалай, а? Маған келін болсаңшы. Менің баламның жасы небәрі 40-та. 40-та? Үшеуміз бірге тұрамыз. Мама, тісің енді тыстап қара. Өтчаным, қошақаным менің, күстеканым менің, ұртамайым менің, күсанайым менің, ұттамайым менің, үшінайым менің. Нешінші жылғысың? 2007 жылғы болам. Қанша? Я, 2007. Ал өзің қай жылғы боласың? Мен 98. Өй, түгетпейді. Махаббат жасы қарамайды. 2007-лерден кеше ғана садикта жүретіндер ғой, қалай өз кеткесіңдер? Ой, қайдағы? Мен даже армияға бар келдім ғой. Міне мен суретім. Сен өзі немен айналысасың? Ой, мен серьезный тірліктермен айналысам. Темкалар, лям туда, лям сюда. Ал өзің немен айналысасың? Мен сол офиста, проджектмен. Не қарап отырсың? Сен айта бер, мен просто ұзақ әңгімен тыңдай алмаймын. Мультфильм қосып қойыншы. Тоқташ, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден қоя салайық, я, мен кеттім. Сен сонда мені тастап кетейін деп тұрсың ба? Сендер кемпірлер қатыгез болады екенсіңдер. Мен сенің мамама айтам. Ала ғой. Енді сен кішкене өсіп ал, содан кейін кездесеге. В смысле баласында, мен уже үлкенмін. Мен саған сыйлығым бар. Қандай? iPhone 17 Pro Max. Вау, Шан! Мен осыны қалағанымды қайдан білдің? Мен iPhone 17 Pro Max'ым қайда? Жан құмаш, сенде iPhone емес қой, сенде Xiaomi ғой. Ой, менде iPhone 17 Pro Max жоқ екен ғой. Жоқ. Жанна приколды қарашы. Блин, осы телефон өмірі өстіп өліп жүреді, разрядкасы 10 минутқа жетеді. Экранда бұт, надоел на Xiaomi. Не істеймін енді? Жан, прикинь, менің подругам Амина бар ғой, соған жігітті iPhone 17 Pro Max беріпті. Солай ма? Не деген сыйлық? Неме жіберген? Қараш, Жан қай тырнақ әдемі, мынау ма или мынау ма? Просто менің жүрегім сезді ғой, сен не қалайтын да. Мәжан, сен экстрасенссің ғой дейм, я тура мен ойынды оқып қойдың. Туған күнің менен, тадам! Құтты болсын. Құтты болсын, жаным. Мынау жарылқапты ғой. На, тілек. Рахмет. Міне гүл алдым.
бірақ OLX-ке салып сатып жіберу жоғынан. Сен маған бір қымбат сыйлық алдым деп едің ғой. Иә, саған бір шама қымбат сыйлық алдым. Құтты болсын жаным. Вау, жан, рахмет. Құтты болсын. Креативный подачамен бергім келген ғой саған. Еще ешкім кимеген новый носки. Рахмет. Не ғой, үйде отыра береміз бе? Может, бір жерге барып тамақ жейміз? Ой, зачем қалаға шығып, оның барлығы расход қой. Оданша үйде отырып, тамақ іше бермейміз ба? Чо, 25 жасың юбилей сияқты өтіп жатыр ма? Хотя бы донор заказ берейікші, мен любимый жас донорымды. Өзі 1000 теңге тұрады. Жарайды, алып берем. Туй, сенде бір ақша жоқ та. Рахмет. Дәмдісін-ай. Азамат, саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Мұнаншама расход болады деп ойлаған жоқ, қымбатқа шығып кетті что-то. Ойбай, неменеге ақша шаштың сен? Мына шарлар, надпись, мына рулет, сосын мына донор барлығы 2850 теңге шықты. Ой, ақша керек па? Мә, алда осын, мен үйімнен құры бар. А, солай ма? Солай ма? Онда нәскиді де қайтармаған. А, солай ма? Мә, нәскиіңді ал. О, бізге новенький кепті ғой. Сен қандай модельсің? А мен iPhone 17 Pro Maxпын. Пойдет. Ал сен кімсің? Мен Xiaomi Redmi Pro Max Duo Ultra черный тигр, черный пантера, томшақ матай, найман садырмын. Дешевый телефондардың аттары осындай ұзақ болады. Кім дешевый? Сенің неше камераң бар, айтшы? Менде 3 камера. 3? Менде 7 камера бар, көрдің ба? Аспанда айды түсірады. Сенің разрешение қанша видеоның? 4К вообще-то. Менікі 10К-ға түсіреді. Чо там? Сенің батарейкаң ұзақтығы қанша? Бір күнге шыдаймыз, шүкір. Ойбай, солақ па? Менікі 1 жылға жетеді. Алғалы бері әлі зарядталмаған ғой мен. Зато сендерде 1 жылдан кейін қатып, тормоз болады дей ма? Сен не айтқың кеп тұр? Жүрші, разына-раз шығасың ба? Жіберші. Не, айспады өзі те оқып кесіңдер, а? Қош, менде сенімен салғасып тұратын уақыт жоқ. Қош, мен iPhone алатын болдым, все-таки iPhone есть iPhone. Мен сатылдым. Шың басқалма. Надай олыс iPhone. Кешіріңіз. Біздің балаға күліп айттың ғой. Чота бізді келін болатын сияқты. Мама, папа, не істеп жүрсіздер? Несі, жап аузыңды. Біздің ұлымыз сияқты жақсы жігіт таппайсың. Өтте жақсы жігіт, пенсионқысы жүріп тұр. Міне қараш, қанша дипломым бар. Еще 2-ші класста жігіт сыныптан 1-ші орын алған. Еще қанша медальдары бар, қара. Спортсмен, просто кішкене торымыз әйтсе жақсы жігіт. Пазор қылмаңыздаршы, мама, папа. Жапшы аузы, сен 45-ке келіп үйленбеген пазор емес пе? Біздің үйге келін болсашы, өкінбейсің, өте жақсы отбасымыз. Жағдайымыз да жақсы, ауылда малымыз өте көп. Чотам қызым, бізге келін боласың ба? Келін сіздерге? Мә, қойыңыздаршы, ол келіспейді бәрібір. Иә, келісем, как раз отырып қалған едім. Я деді. Бүкіл ауылды шақырғасыңдар ма? Я деді. Күйеу бала қайда? Ой, кең ауыз қашып кетті ау тағы да. Қорықпаңыздар, өзім ағын тауып алам. Үй, Сәкен, не істеп жүрсіңдер? Мен қызым оқу үздігінен грамота алды ғой, соны атап өтуге барып жатырмыз, сенден істеп жүрсіңдер. Ал менің де баламның грамоталары бар. Шығар, Дамир. Не болыпты? Ал менің қызым биге қатысып жүр. Көрсетші қане. Әне. Ал менің балам поэзия оқиды. Қане, Дамир? Шеше, сен бақытсың, жылама. Ол түк емес. Менің қызым таза ағылшынша сөйлейді. How are you, my daughter? I'm very excellent. Today weather is very good. Thank you, daughter. Менің балам да ағылшынша біледі. Давай. PlayStation, Mortal Kombat, FIFA, Counter-Strike, Xiaomi. Көрдің ба? Қалай таза сөйлейді. Блогер қызбен бірінші рет свиданиеге барып тұрмын бар ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Гүлімді сториске салдым екен. Достар, мен жаңа ғана өмірімдегі ең ужасын свиданиядан келдім. Маған берген гүлінің түрін қараңыздаршы. Менің бір күндік макияжым надан қымбат қой. Еще ресторанды ешқайда апарған жоқ. Просто далада жаяу жүрдік. Мен 1000 теңгеге алдым ғой. Қыздар, мінеки оның түрін жаттап алыңдар. Şu түрімді де салып саған ба? Мына жігітпен свиданияға барушы болмаңдар. Әбден нервым тиді. Бірақ бір қуантатыны, менің омега ауа тазартқышым келді. Еще хайпава дейді, рекламада салып саған ба мынау? Достар, барлықтарыңыз білесіздер, Алматыда ауа өте лас. Сол себепті үйдің ауасын тазартып тұру керек. Әсіресе баласы барларға таптырмас дүние. Сол свидание маған травма қалдырды. Подкаст қашан үлгерген? Қазір мен психологқа барып жүрмін.
танымал блогермен свиданияға барамын деп басы дауға қалған мына жігіт Қазақстаннан қуылайын деп жатыр. Болды осыдан кейін блогерлермен свиданияға бармайын. мә мына қыз маған вообще ұнаған жоқ, бірдеңе істеп одан құтылу керек. Ал сен кім болып жұмыс істейсің? Мен ештеңемен айналыспаймын. Мен жатып ішермін ғой. Біреудің мойнына отырғым келіп тұр, өзіме әйел іздеп жүрмін, мойынға отыратын. Сен мойныңа отырсаң болады ма? Иә, отыршы, пожалуйста. Мен бұрыннан бері біреумен мойныма отырғанын армандап жүр едім. Онда сен маған давай кредит алып берші, микрозайм алып берші маған, иә? Иә, қанша миллион алғың келсе де ала бер. Мөлдірген көзің бір айтқан сөзің ғой, как раз кредитный историям күшті. Одан кейін менің мамам бар ғой, өте қатал кісі. Мен еще бар ғой, андай мамамның сөзінен шықпайтын адам ғой, инфантильный жігітпін ғой. Дұрыс, анаңды сыйлау керек. Маған сондай мені тәрбиелейтін, мені дұрыс жолға салатын не керек. Сосын бар ғой, үйленгеннен кейін біздің ауылда тұрамыз. Менің ауылым бар ғой, андай айдалада сен пойыздан өткен кезде көресің ғой, бір 2-3 үйлер тұрады ғой станцияның жанында. Сондай үй ғой, ит өлген жерде. Нормально ма сол жерде тұрсақ? Вау, қандай күшті! Романтично емес пе, екеуміз ғана айдалада 24-те 7. Сол қалай құтылдым мен адан. Айтпақшы, мен өзіме бар ғой, тоқал алғым келіп тұр. Бір әйел жетпейді маған. Бірден бар ғой, 4 әйел алсам қалай қарайсың, орыс, қытай, қазақ әртүрлі ұлттардан алғым келіп тұр. Чо там? Ничо, өзім ақ барлығын таңдап берем. Ұлттар достығы болып отырмаймыз ба? Мынау кімнің баласы? Біздің үйге бала болсашы, біздің үйге алып кетейік балаларымды. Сау болыңдар. Что отырдық, иә? Мұратбектің баласы? О, мама, папа, қалайсыздар? Сөйлей алсын ба не? Сендер өздерің айттыңдар ғой, біздің үйге бала бол, алып кетемін деп. Мен келсем, енді мен осы үйдің баласымын. Біз оны прикол ұстап айтқанбыз негізі. Ана договор на усыновление қол қоя салыңдар. Бірақ менің бірнеше шарттарым бар. Ана дәу спальня сендер жатқан, енді менікі. Мен сол жерде тұрам, күштілеп ремонт жасаңдар ішіне. Одан кейін маған күніне 4 разовый питание керек. Қымбат күшті смес алып беріңдер, ұқтыңдар ма? Сосын маған көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық алып беріңдер маған. Міне алдық саған ойыншықтарыңды. Ана жерге қоя салыңдар. Балапан осы ойыншықтарды алды, сен үйіңе қайта қой, иә? Бұл әлі соң емес. Еще маған iPhone 17 Pro Max алып берді. iPhone? Одан бөлек, мына квартираларыңды менің атыма жазасыңдар. Жарай ма? Мына басқа шықты ғой. Мұратбек, мына балаларды алып кетіңдер. Әйтпесе укол салам. Сосын құлағын кесіп аламын, ұқтың ба? Сүмелек басыңыз тиді ма? Кешіріңіз. Менің кім екенімді білесің бе? Мен миллиард обороты бар компанияның басшысы Лихунянмын. Үстімдегі киімге 1 жылдық жалақың да жетпейді. Тағы да кешірім сұраймын, Лихунян ханым. Сізге айтар бір датым бар еді. Иә, мен қарапайым официантпын. Бірақ мен сізді бұрыннан жақсы көріп басым кетіп жүр. Менің әйелім боласыз ба? Оңбаған сен сияқты кедей даяшы қалай ғана маған сөз салуға дәтің барады. Мені бұл жерге ең бай адам Джек Ма кездесуге шақырды. Ең үздік 150-ге жуық Қытай тағамдары бар. Аджик Алатауға келіп, оның басын айналдырып, кейін мұрагерлікті өзімнің атыма жазам. Жоспарымды құртпай жоғал. Жоспарыңыз мінсіз екен, бірақ сіз бір нәрсені ескермедіңіз. Мен мистер Джек Мамын. Мен сізді сынағам. Сіздің шынайы келбетіңіздің қандай екенін мен өз көзіммен көрдім. Өтінемін, кешіріңіз. Мен сізді танымай қалдым. Бұл қателігім үшін басымды алыңыз. Жылағанмен пайда жоқ, Лихунян ханым. Мен сіздің компанияңызбен бүкіл жұмыстар тоқтатамын. Енді сіздің компанияңыз банкрот. Қазір мына жерге охрананы шақырмай тұрған кезде дереу табаныңызды жалтыратыңыз. Ал мынау біздің келесі үйіміз. Неге бағасы арзан болып тұр? Шындықты айтайын, бұл үйде аруақ бар. Аруақтар? Сіздерге дейін тұрған адамдардың барлығы ес-түссіз жоғалып кетті. Бұл қарғыс сатқан үй. Тұрмайтын шығарсыздар, иә? Сол да проблема болып па? Ойбай, 300 000 теңге айына. Бұдан арзан Алматыда квартира таппаймыз арендаға. Мән, тегін ғой почти. Тұра береміз, аруақ бәрі бізге. Жақсы. Қызым, не салып жатсың? Мынау менің отбасым. Ал мынау бізбен бірге тұратын тәтте. Әне тұр. Хозяйка екен деп шошып кеттім ғой. Қызым, шошытпашы. Аруақ екен ғой. Бірге ойнай беріңдер. Туй өзі! Арытышы! Надоел! Ай, жыпықтатпай кетші ма?
кино көрсетпедің ғой адам сияқты. Біз что-то түсінбедік. Квартираның ақшасын біз төлеп жатырмыз, коммуналканы біз төлеп жатырмыз, интернет барлығын біз төлеп жатырмыз. Сен что-то тегін тұрып жатсың ба сонда? Онда бізге көмектес. Үйді жина, біз жоқта, балаға қара. Хотя сөйтіп бір жағына шығыз. Әйтпесе үйді аластап тастаймын, бомбы жаруақ боласың далада. Дұрыстап сүрт, ана жерде жина. Ай, мына Айдар досының сторисін қарашы, саған қарыз еді ғой. Достар, наконец-таки сондай жағдайға келдік, когда могу позволить комплект бриллиант әйеліме. Ай, достар, мен бақыттымын, рахмет саған жаным. Айтсаш қарызыңды қайтарсын деп. Алло, Айдар. Да, брат. Сен әйелге бриллиант алып беріп жатсың ғой, может маған қарызын қайтарасың, а? Брат, ақша жоқ қазір, бриллиантқа кетіп қалып бәрі. Енді арасында балық өтті керек қой енді. Жайт. Ақшам жоқ дейді. Мынаны қара сен. Lamborghini сатып алды. Прямой Дубайдан келді. Бай болған қандай рахмет. Мынада точно ақшасы бар, сұра қарызыңды. Алло, Айдар, сенде точно ақша жоқ па? Досым, ренжімеші. Ақшаның бәрі Lamborghiniға кетіп қалды. Машина алып жатсың ғой, может қайтарасың қарызыңды, а? Айтсаш, кейін қайтарамыз, алдамаймыз. Я, берем, отвечаю берем. Жарайды. Алып жатырмын дала. Достар, Сүйінші. біздер Измир плазадан Пәтер сатып алдық, достар, пәтер. мынаны қара. Қарашы. Оны сұраш қарызымызды. Алло, Айдар, өтірік айтпа, сен точно ақшаң бар ғой. Неме өтірік кедей болып тұрсың? Арман не болса онда берем дедім ғой, ақшаны берем саған. Айтсаш, сен оған біз деген первоначалка төледік, одан кейін рассрочкаге алдық. Біз наличке алған жоқпын. 2 миллион бер, қалған рассрочка бер. Қазір жібер бізге. Подожди, братан, берем. Lamborghini, бриллиант. Измир плазадан, и мы тоже хотим жить как люди. Конечно, біз адам сияқты өмір сүріміз еді, қайтарады, қорқпашы. Чуть-чуть, подожди, шыдаша, пожалуйста. Все, давай, звондай вернешь, пожалуйста, өзің звондай. Блокқа тықтасашы оны. Все, заблокировал, да. Жүр, квартирамызды қарай берейікші. Кетті, көрейікші. Бауырым, широкийсің ба не? Широкиймін, әңгімен бар ма? Жүрші кеттік, сөйлесіп қайтайық. Қазір мен бос емеспін, қызымды мектепке апарамын. Давай кешкі 6:30-дан Мен ол уақытта бос емеспін, баламды, ұлымды фортепианоға апарамын. Давай ертең таңғы сағат 8-де. 8-де пробка ғой, еще мен балам садикке апарамын. Давай ертең сағат 11:30-да. 11:30-да мен бос емеспін. Ауылдан туысқандар келді, соларды қыдыртуым керек қалаға. Давай, обедтен кейін сағат 4-те. 4-те болмай, 4-те мен жұмыста жиналысым бар. Давай кешкі ертең 8-де. Ол уақытта мен бос емеспін, артылар жиналысына барам. Давай келесі апта понедельник таңертең 10-да. Мен ол уақытта бос емес екенмін. Ол уақытта мен грыжамды емдеу керекпін. Қойшы сенде де грыжа ма не? Иә? Менде де грыжа ғой, ё-моё, мынадай ылым шығып кетті ора грыжадан. Не ғой, менің қызым боласың ба? Сен маған досым сияқтысың. Давай дос болайықшы. Досың? Давай, итер досым, бойында жан бар ма, итерсеш. Менің досым! Досым, қайда жүрсің, шөліп кеттің ғой? Неге мені жұмсай бересің? Алдында свидания саған 15 мың теңге ұртқам. Енді қазір досымсың ғой, бәрін қайтарып бересің. Досым, ертең жаман киімдерін киіп кел. Не үшін? Родной, үйді ремонт болады, көмектесші. Бүгін целый день тұрсын жыртылғанша жұмыс істейікші екеуміз, родной. Родной, болсашы, неме қыз сияқты көтер алмайсың, dur давай. Бәс, көш әкең үйінде отырсың ба, тұршы. Бізде натюжный потолок істеген жұмыс дофига әлі. Натяжной потолок? Мама, мен магазин кетіп, саған бір керек па? Магазинге? Өзің жалғыз? Дала қараңғы ғой, қалай барасың? Жоқ, мен бара аламын, жазып 35-те ғой. Жоқ, бармайсың, мен сенмен бірге барам. Бәрібір сен мен үшін әлі кішкентайсың. Не істеп жатырсыз? Болды, 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр, осы уақытқа дейін асырады. Мен қайда барам? Білмеймін, күйеуге ти, жұмыс те, или оқуға түс. Үйде қалайыншы? Болды, сау бол айналайын. Балам, манты жейсің бә? Ал, жеттік. Марат аға, жүріңіз, шай ішіңіз үйге барып. Есің дұрыс па? Үйде дым жоқ қой. Уайымдама, жоқ, керек емес деп айтып, бәрі сөйтеді ғой. Давай, ішік! Иә, жүріңіз онда. Шай қойық. Мә, үйлерің керемет екен ей. Мә, айып етпеңіз, сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, ет асып, қуырдақ, манты бәрін істеп қойшы едік. Істей беріңдер, мен ешқайда асып тұрған жоқпын, как раз қарным ашып тұр. Иә, қазір істейміз. Бар, істей ғой. Братишка, бер кел. Енді үйіңе бір чет кеп тұрмын ғой, саған $100 көріндік менің атыма. Керек емес аға. Керек емес болса жарайды, бермеймін. Чо там, чай дайын ба? Ай, рахмет, бе, тойдым. Қой онда мен ауылға қайтайын онда. Қайда асықтыңыз? Осында қонсаңызшы бүгін. Бүгін емес, бір апта осы үйде қона беріңіз. Қона берейін ба? Болды ғой онда, мен бүгін осы үйденмін ғой. Қос телевизорда. Ағаңның жатқанына бір апта болды ғой, қайтсың да үйіне айтсаңшы бар. Аға, қалайсыз? Не көріп жатсыз? Кино көріп жатқам ғой. Что там, ауылым
сағындым. Жусанның иісін сағынып тұрсыз ғой, иә? Мен бар ғой, ауылыма қайтайын. Сендер ренжімейсіңдер ма? Жоқ, ренжімеймін, сендер қайтайын онда. Жақсы, сау болыңдар. Тағы жатпадыңыз ба біздің үйде? Осында тұра берсеңізші, өз үйіңіздей көре. Өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйіңдей көр? Болды ғой, онда осы үйде тұрам. Ауылды сағындым деп едіңіз ғой. Бірақ сағаттың жүре барып кеп жүре берем ғой. Чотам, қос киноңды онда. Бұл жан қымбат емес қой, алып бере салшы. Алатын болдыңыз ба? Кешіріңіз, жігітім мынаны қымбат деп жатыр. Басқа варианттар бар ма? Ойбай, варианттар жетеді ғой, көрсетейін ба сізге? Міне осындай жігіт бар, аты Арман, бай еще качок, күшті вариант. Мынандай итальянский вариант бар, Мигель деген жігіт, классикий актер, еще миллиардер. Не то что киім сізге аспандағы айды алып береді. Немесе мынандай корейский жігіттер де бар. Папасы Samsung Corporation'ның бастығы, бұл сон бас мұрагері. Бірақ мамасының айтқанынан шықпайды. Міне мынандай Рауан деген жігіт бар. Түрен қатты красавчик емес, бірақ ақшаны көп табады, еще киімге деген вкусы күшті. Саған киім таңдасуға көмектеседі. Сонымен қайсысын таңдайтын болдыңыз? Мә таңдау деген оңай емес екен. Маған бір Рауанды бере салыңызшы. Балам, мына зарядке қоясаш телефонымды. Жай, папа. Папа, что-то зарядка алмай тұр. Он түбі тимейді, кішкене бұрау керек тоқты, иә. Осылай, дұрыстап кішкене бойыңда жан бар ма, икемденіп істенсеш, иә. Что-то алмай тұр. Қолды жоғары көтер, 82 градусқа, оңтүстік шығыс бағытында. Мәна сызғышты қолдан қаршы. Көтер, тию керек. Что-то алмай тұр, папа. Басыңнан өткіз айланды. Аяғыңды көтер. Приседание жаса, приседание. Сол кезде тие дано, тие. Істе, приседание. 1, 2. Папа, что-то істемей тұр. Болмаса мына 5 жылқыны қолдан чек. Мәна скотчпен енді зафиксировать ет, сол кезде болады. Қазір скотчта, аямай скотчта. Істеді ме? Папа алмай жатыр. Онда мен телефонына көз тиген. Бұна мен аластап шықшы телефонымды. Телефонды аласта, отпен аласта. Істеді ме? Папа бәрібір алмай жатыр зарядка. Қолдарынан боқта келмейді осы. Қара, ресторанда тамақ ішу 15 мың теңге, үйде тамақ ішу 3 мың теңге. Қайсысы выгодно деп ойлайсың? Конечно, ресторанда тамақ ішу. Жалғастырайық. Қарговый центрдан алған бренд көйлек 50 мың теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 мың теңге тұрады. Қайсысы дұрыс? Қайдағы түрі страшный ғой. Алған соң жақсысын алу керек қой. Одан неге оны бір-ақ рет қана киесің? Жан, мен оны киіп Инстаграмға салып тастадым ғой. Салынған көйлекті қалай екінші рет кием? Қара, бізде 30 мың теңге бар. Не алған дұрыс? Гүл алған дұрыс па? Әлде бір аптаға продукт алған дұрыс па? Конечно, гүл. Сен тісіңді жуып жатқан кезде краниктағы суды өшіріп қойған дұрыс па? Әлде босқа ағызып тұрған дұрыс па? Суды құртып. Конечно, су ағып тұру керек. Такси 3 мың теңге, метро автобус 120 теңге. Пробкамен кейде мыналармен тезірек барасың. Қайсымен барған тиімді? Конечно, таксимен комфортпен бару керекпін ғой. Ой, сен вообще экономдауды білмейсің ғой. Бізге ақшамызды кішкене үнемдеу керек қой. Қалай үнемдейміз? Сен вообще білмейсің ғой экономдауды. Жан, мен қалай экономдау керегін таптым. Саған просто көбірек ақша табу керек. Мә, тәтті бірдеңе жегім кеп тұр. Оны магазинге барып сатып алсаңшы. Папа шоколад дәмді екен. Папа? Қызым, ұнаса жей ғой, бір қарап қысын алдым. Неге тамақ жемей отсың? Что-то маған тамақ ұнамады, мен бұндай тамақтарды жей алмаймын. Қызым, жейтін не бар? Үйде бір апта бұрынғы манты, срок өтіп кеткен колбаса, одан кешегі макарон ғана қалды, папа. Жей берем мен, барлығын араластырып маған жасап берші, жей берем. Бүгін что-то басым ауырып тұр. Онда аптекаға барып дәрі алып емделсің. Қызым, не болды? Ауырып қалған жоқсың ба? Мен қазір скорый шақырам. Жоқ, папа, керек емес. Просто үйдің іші шаң, ішімен де аллергия. Қазіргі жігіттер не болып кеткен? Сусуда менің мужской достоинствома тіл тигізіп тұрсың ба? Мен бұндай ауыр сөздерді көтере алмайды екен. Это отношение не для меня. Жылама. Кеттім мен. Сапарбек, мен саған неше рет айттым мусорды шығар деп. Жоқ, барлығын мен істеу керекпін. Үйде бір еш шат бар. Санаторийда жүргенде жүресіңдер. Сөйлей береді, тыңдама. Мама, Қытайдан доставкам келді. Ойбай, не бұл? Бұл робот келін. Сіз сұраған идеальный келін таппадым, сол үшін робот заказ бере салдым, мама. Не дейді? Міне, келініңіз дайын. Бұны қалай қосушы еді? 你好，我是你的小伙伴。 Мынауың қытайша сөйлеп тұр ғой? Мама, бұның әлі настройкасы істеу керек. Бұл телефон қосылады. The Bluetooth device is connected successfully. Все, қосылды. Мама, қазақша сөйлесін бе, орысша сөйлесін бе? Әрине қазақша сөйлесін. Сәлеметсіз дегені, мен сіздің робот келініңізбін. Мынауың керемет қой. Мә, нәрде көп настройкалары бар екен. Мінезі қандай болсын, мама, айтыңыз, мен жазып қойын. Маған үндемейтін, артық сөзі жоқ, көзін төмен салатын, айтқанның барлығын істейтін келін керек. Все. Айтқаныңызды бұлжытпай орындаймын, ене.
Мынау мені жақтыртпаған сияқты ғой, кішкене жымитып қойшы. Аха. Оп, міне енді күліп тұратын болады. Үнемі настроеніңіз күшті болып жүреді үйде. Міне осылай күліп жүретін келін керек. Бар келін енді жұмыс келді неғып тұрсың? Өте керемет. Мен үй шаруасымен айналысқанды жақсы көремін. Дұрыс болды робот алғаның. Шын келінге қалың мал төлегенше осындай робот келін алу керек екен. Продуктыларды басқа магазиннен алып қойыппын ғой, қас пакетпен кірсем ренжіп қалады-ау, тығып қояйын. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, қалайсыз? Көрінбей кеттіңіз ғой, басқа супермаркетке барып жүрген жоқсыз ба? Құдай сақтасын! Не айтасыз? Конечно же жоқ. Только сіздерден ғана алам ғой. Білмей қалады деп ойладыңыз ғой, а? Мынау не? Мен кемес. Өтірік айтпаңыз. Бізде камера тұр сыртта. Көрдік, бұны сіз алып келдіңіз. Сонда сіз басқа супермаркеттен алып бізге измена жасап жүрсіз ғой, а? Жоқ, дұрыс түсінбей қалдыңыз. Меня подставили. Арман? Айжан? Кім анау? Мен оның бывший жігітім ғой. Бірақ уайымдама, арамызда ештеңке жоқ. Сен неме сатушы болып кеткесің ба? Жоқ, мен байып кеткенмін қазір. Мен осы жердің бастығымын. Не өтірік айтып отырсың? Мән бермеңіз, жұмысшы ғой. Айтсаңыз, бағалармен таныстыр, акция туралы айт. Жүріңдер, көрсетемін сіздерге. Жотам, екеулерің ұзақ жүріп пе? Ұзақ жүрген жоқ. 4-5 жыл жүрдік, үйленбекші болдық. Тура той кезінде тысақ кетті ғой, мен Бауыржан деген жігіт. Ал сен атың кім? Бауыржан? Жан, қарным ашып кетті. Жоқ, сен ашпасаң өзге ұқсамайсың, шыдай тұршы, үйге жақында қалдық. Шыдай алмайтын сияқтымын. Мына жақта тамақ жоқ қой. Бұл тамақ тезірек. Якузда сет 5-5 теңгелік. Срочно! Қазір ботам шыдай тұр. Рахмет, Жан. Бір өлімнен аман қалдым. Не істеп отырсың? Ештеңе. Не болып қалды? Түк болған жоқ. Айтсашы, не болған? Түк болған жоқ дедім ғой. Детектив шақырдыңдар ма? Иә, мен шақырдым, жүріңіз. Мына тұтқан жөніп қойсыңдаршы. Не болып қалды? Міне әйелім ренжіп қалды, уже 1 сағат болды. Себебін таба алмай тұрмын. Тауып беріңізші сол себебін маған. Көрейік. Бүгін ешқандай годовщина, праздник, юбилей емес пе? Ұмытып кеткен жоқсың ба случайно? Жоқ, бүгін ешқандай мереке емес. Мына столдарын қисайып қалыпты, жөніп қоймайсың ба? Жіберген рилс тиктоктарын бәріне лайк басып жүрсің ба? Бүкіл жіберген рилстарына лайк басып отырам, как положено. Онда не болды? Қай жылғы боласың? 94 жылғы болам. Қанша? 1994 жылғы болам, айналайын. Бірақ ойлап қалма, 94-те сал болып қалды. Не болды? Скорая? Түсті ма? Түсті. Чай ішпесем басым ауратшы. Қара, мынау мен жас кезімдегі фотом. Динозавр? Иә, олар ол кезде тірі болатын. Айтпақшы, мен сен туралы видео істедім ғой, қара. WhatsApp-тағы статус басап қоям. Жақсы, онда мен кеттім. Кеткен десе кино көрмейсің. Мен Шыңғысхан туралы кино көрейік. Күшті кино вообще, қарашы. Сізге не болды? Кімсің сен? Мен қайдамын? Есіме түсті. Алло, Сәбит, не болды? Сәбит бір күшті қызбен таныстым. Қойың дайында. Алатын сияқтымын. Сәлеметсіздер, мен құтты болсын. Әшейінде ақша жоқ, бизнес ашып апсыңдар ғой. Төрлетіңіздер. Мә, жақсы болды. Еді тегін косметика алатын болдым. Не істеп жатсыздар? Жең набор. Жақсы болды, бетім әжімдерім кететін болды. Үй ба? Енді туыстарыңа тегін бермейсің бә не? Жақсы болды, мынаның бәрі қыздарыма. Мынаны немереме алам. Кешіріңіздер, бұның барлығы для продажы еді. Алло, Сәбит Палчан, қалайсың? Саған косметика керексің, тегін деп жатыр маяқта. Туысқандар, чатты қалайсыңдар? Менің сіңлім Айжан косметика ашыпты. Қанша штук керек? Тегін алыңдар, бүкіл ауыл. Төттір, айтпақшы. Сен бизнес ашсаң, онда сен байсың ғой, иә? Сен онда біздің маникюршты оқуын төлеп берсеш, платныйда оқып жатыр. Одан кейін ол бар ғой, микрозайм алып 1 миллион теңге қарыз екен. Сол қарызын жауап берсеш сен онда. Бір бизнес ашып едім, мені қолдаудың орнына тонап біттіңіздер ғой. Андағы тауардың барлығы да сатылымға. Осы сендер бір көтерілсеңдер болды, туыстарыңды менсінбей кетесіңдер, иә? Болды. Тегін алып кетеміз. Біз сен бала кезінде қарағанбыз. Мына шашқан кәмпиттерімізді алып кетеміз. Бәрібір сенде бизнесмен шықпайды.
Наташ, сен вообще менің вкусымда емес екенсің, маған ұнамадың. Үйбай, неге? Осы жерден давайласып үйге қайтайықшы, иә? Пока. Сен маған ақшамды қайтарсың онда? Қандай ақша? Мен осы свиданияға келу үшін қанша ақша құрттым ғой, қанша вложение жасадым ғой. Үйбай, қайдағы вложение? 3 сағат болды ғой, далада қатып жүрміз, пирожки ғана алып бердің ғой. Менің мына жерге келгеннің өз қыруар ақша. Мен таңертең тұрып, 3 в 1 шампуньмен басымды жудым, гель для душамен жудым даже бар ғой. Су кетті қаншама, бритвамен одноразовый қырындым, кір сабыным кетті қаншама бетім жуатын кезде. Бәрін есептеу керек дұрыстап. Мен үйде киім түктедім, тоғым кетті қанша счетчик айналды. Еще новый носки бастадым еще бүгін сен үшін. Мен тарифім кетті, сен WhatsApp-пен жазғанда ол да тегін емес, если что. Мен осы уақытта автобус, метромен 160 теңгем кеттім. Оны да қосу керек. Ана жерде саған пирожки алып бердім ба? Оны да қосып жатырмын. Сен келуің базар жоқ міндет екен. Конечно, сен қандай жігітпен кездесің, қарасаш, қара. Мен таза мінсіз жігітпін ғой, мен галантныймын ғой. Жан саған қарат стройка таңдап жатыр. Әкел, өзім сөйлесем, әкел, бер телефонды. Үйбай, неғып соғышыма уайымдап кеттің? Жай ештеңке, просто ремонт істеу керек еді. Сөйлесе берейінші, әкелші телефонды. Алло, привет. Мынау қыздың дауысы ғой? Жоқ, сондай өзі стройкамен айналысады қыз просто. Солай ма? Ей, Қайрат, кел қазір үйдің адресін жіберем, бізге как раз ремонт жасау керек. Көрейік қазір Қайраттың түрін. О, салам алейкум, қалайсың Ареке? Қайрат, қайда жүрсің, сен күтіп отырмыз ғой. Шынымен де стройка ма не? Айттым ғой, стройкамен айналысады деп. Ой, басқа беттіда болған әлен күттің әкең. Неге атыңыз Қайрат? Мен негізі атым Айгүл, бірақ барлығы кличка қойып Қайрат деп ата кеткен ғой. Чоттам не істеу керек? Қайрат, бізге мына жерге ТВ зона істеу керек. Істеп бере аласың ба? Ой, айтпайсың ба сразу маған? Күшті екен. Давай, Қайратке баста онда жұмысты. Қоштасып жанардан жақұт бола, шұбатты кеп ақ жеңге уақыт бірақ көрініс. Ал бітті, қараңдар қалай шықты. Мәссаған. Қайратке күшті болды, рахмет. Ареке жүрш бір-екі ауыз сөзге. Болды. Мен ақшасы төлетейін, мен білмей қалдым, рахмет саған. Келесі жолы мен сенің етіп артыңды жаппаймын. Бірақ стройканы өлтіреді екенсің, иә? Баламыз сандап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қояды. Өші блокқа тығып тастап ше. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айгенге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа. Ой, Айлиню, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не аптығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айлинға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыңдар ма? Не істедіңдер өзі, а? Қызымызға дұрыстап қараңыздар, иә? Иә, әрине. Кешкеде қызым сағынатын болдым. Бар ғой қызым, бар. Жүре ғой, Айлин, жүр. Наконец-то садикке бардым. Кешке дейін боспыз ойла. Давай, бүгін атап өтеміз. Жігіттерді қолдау орталық тыңдап тұр. Маған сіздерді көмектеріңіз керек. Бүгін менің әйелім туған күні. Мен бұт кеткім подарок алған жоқпын. Срочно қызым жанына бар, громкийға қос. Все, хорошо. Алло, сәлеметсіз бе? Алло? Сіз қызыңыздың туған күніне iPhone заказ беріп едіңіз ғой, есіңізде ме? Сол айфондардың барлығы жол жөнекей. Біздің грузовигіміз өртеп, авария болып жарылып кетті. Өй, о мен әйеліме туған күнде сыйлық еді ғой. Өкінішке орай сыйлығыңыздан айырылып қалдық. Кешіріңізші, біз сізді подводить етіп жатырмыз. Мен бір жыл ақша жинадым ғой, әйеліме сыйлық алып беремін деп, iPhone алып беремін деп. Қызыңызға айтыңыз, сіздің кінәңіз жоқ, біз кінәліміз барлығына. Сендерге естерім дұрыс па? Мен сендерге сеніп тұрмын ғой, бүгін туған күні ғой әйелімнің. Жарайжан, түгетпейді енді. Кейінірек берсең болады, уайымдама. Рахмет сіздерге, сіздер мені құтқардыңыздар.